Сәлем достар, бүгін біз сіздермен үй жағдайында бургердің, фрикаделькидің және де котлеттің рецептісін жасап үйренеміз. Ол үшін бізге керегі тартылған ет және де суға жібітілген нан, майдалап туралған пияз, тұз татымына қарай және де қара бұрыш қажет. Бір жұмыртқаны салып, барлығын араластырамыз. Барлығын біркелкі етіп араластырғаннан кейін аздап ұн саламыз. Қолымызбен елеп, жақсылап бір-бірін біріктіреміз. Міне тартылған етімізді осылай фрикадельки, бургердің еті және де котлеттің формаларына келтіріп, тоңазытқышқа бір түнге сақтап қоямыз. Бірінші котлет пісіреміз, ол үшін 180 градуста 20 минутқа пешімізге салып аламыз. Ал котлеттің соусына пияз бен сәбізді жақсылап қуырып, қара бұрыш, тұз салып, қаласаңыз сарымсақ салсаңыз да болады. Аздап су құйып, бетін жауып, баяу отта қайнатамыз. Соусымыз пісуге жақын қалған кезде пешіміздегі котлетіміз де дайын болып қалады. Піскен котлеттерімізді осылай соусымызға салып шығамыз. Және де астын өте баяу қойып, екі бетін осылай пісіріп аламыз кішігірім. Міне осымен котлетіміз дайын болды. Гарнирге қалаған тағамдарыңызды пісірсеңіздер болады. Ал сорпа ішкіңіз келсе, жартылай ысытылған суға фрикаделькилерімізді салып аламыз. Үстіне майдалап туралған пиязды саламыз. Осы орайда сәбізді де теркадан өткізіп салып жіберсеңіздер болады. Бір қайнағаннан кейін картопымызды саламыз. Мен күріш қостым. Слай жақсылап жуылған күрішті қосып пісіріп аламыз. Ал бургерімізге нанның рецептісі бөлек шығады. Және де майонез жақ, қияр, қызанағымызды домалақ етіп жұқалап турап алып, арасына саламыз. Осымен біздің тағамдарымыз дайын болды. Сіздер де үй жағдайында жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, каналға тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған Ғазиза.